Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі кезде мастер-класстарда үйретіліп жатқан тюльпан самсасының рецебімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, керемет болып шығады және дастарханыңыздың да сәнін ашып, әдемі көрінетіні сөзсіз. Менімен бірге жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Сүтімізге айран және сұйық май, тұз, қант және жұмыртқаның сарысын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, алдағы жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаның үстінен басып қойыңыздар. Енді ұнымызға қосытқышымызды салып, қасықпен араластырамыз және біздің мына сұйық массамызға бөліп сала отырып, ең бірінші осылай қасықпен араластырамыз. Одан кейін ұнымыздың қалған бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамырымызды илегеннен кейін салафанға салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді арасына салмасын дайындаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Тартылған етімізге менде осындай тартылған қойдың майы болған, сондан кішкене ғана қостым және пиязымызды қосып, барлық тұздықтарын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Тынған қамырымызды алып, осылай шетінен бөліп, осындай кондитерлік таразы болса, соған салып, барлығын өлшеп алатын боламыз. Жалпы көз мөлшерімен өлшесеңіздер де болады. Барлығын домалақтап, шетінен ұн себелей отырып, жайып алатын боламыз. Дөңгелек пішінде етіп жаямыз. Қамырымызды қатты қалыңда емес, жұқада емес, орташа етіп жаямыз және кішкене салмасын салып, қамырдың шетінен тіліп, міне осы видеода көргендеріңіздей етіп, дөңгелетіп орап шығамыз. Астыңғы ашық тұрған бөлігін барлығын жапсырып шығамыз. Сонда бізде осындай қызғалдақ тәрізді самсамыз шығатын болады. Барлығын осылай шетінен жасап аламыз. Достар, бұл самсаны міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңізге де, қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін және айтқанымдай дастарханда расымен де өте әдемі көрінетін болады. Сонымен қатар сіздерге айтайын дегем, бұл самсаны тапсырысқа алып, немесе магазиндерге де өткізіп, табыс тапсаңыздар болады. Сіздерге жасалу жолын бірнеше мәрте көрсетуді жөн көрдім. Алдымен міне осылай барлығын дайындап аламыз және одан кейін табамызға противен қағазын немесе фольганы орналастырып, үстіне осы самсаларымызды қойып, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, үстерінен жағып және әдемілік үшін самсаларымызға кунжуттеріңізді сеуіп шықсаңыздар болады. Немесе мак сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне самсамыз пісіп шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда тағы да жаңа рецептермен бөлісетін боламын.